бір реттік шай пакеттерінің құрамында ағзада бірте-бірте жиналып, әртүрлі ауруды, соның ішінде қатерлі ісік ауруын тудыратын микропластикалық бөлшектер болуы мүмкін деп мәлімдеді физиолог маман. Маман микропластиктері бар шай пакеттері әдетте пирамида пішінінде болатынын атап өтті. Дәрігердің айтуынша, мұндай қаптама қарапайым қағаз пакеттерге қарағанда мықтырақ. Дегенмен маман оларды қолдануға кеңес бермейді. Сөзінше, қыздырылған кезде пластик миллиардтаған жасанды нано бөлшектерге ыдырайды. Олар сусынмен бірге денеге енеді. Мұндай бір немесе екі кесе шайдан денсаулығыңызға айтарлықтай зиян келтірмейді. Дегенмен, тұрақты тұтыну кезінде микропластика денемізге жиналады, деді Александр Сузыкин. Маман бірінші кезекте қан, бүйрек және бауыр зардап шегетінін түсіндірді. Маманның айтуынша, бұл бірте-бірте қатерлі ісіктің асқынуына әкелуі мүмкін. Сол үшін ол борпылдақ жапырақты немесе түйіршектелген шайды қайнатуға және мүмкіндігінше бір рет қолданылатын шай пакеттерінен шай ішпеуге кеңес берді.